Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Қазақ әдебиеті сабағы басталды. Бірінші бөлім «Туған жерім, аялы алтын бесігім». Сабақтың тақырыбы Аяз би шыншыл ертегі. Сабақ мақсаты әдеби шығарманың жанрын, фабуласын, сюжетін анықтаңыз. Құрметті оқушылар, бүгін біз әдебиет сабағында ертегі деген ғажап әлеммен танысатын боламыз. Оқушылар, ертегі туралы не білеміз? Иә, ауыз әдебиетінің жанрлары өте көп. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз ертегі жанрына жатады. Ертегі қиялдан туған туынды немесе шығарма. Ауыз әдебиеттің ықылым заманнан келе жатқан көне мұрасы. Ертегіде халықтың әдет ғұрпы, тұрмыс тіршілігі, тарихы, мұңы мен арманы айтылады. Ертегілердің қандай түрлері бар? Иә, қазақ ертегілерін академик Мұхтар Омарханұлы Әуезов тақырыбы мен мазмұнына қарай 3 топқа бөліп көрсеткен. Қиял-ғажайып ертегілері, хайуанаттар туралы ертегілер, шыншыл ертегілер. Бүгінгі өтетін Аяз би ертегісі шыншыл ертегілер қатарына жатады. Ал шыншыл ертегі деген не? Шыншыл ертегілер өмір шындығына жақын, онда реалдық адам бейнелері басым. Олар күнделікті шынайы өмірден алынып, бас кейіпкерлері патша, уәзір, хан немесе қарапайым адамдар болып келеді. Ең алдымен, өмірлік мақсатқа жетуде қазақ ертегілері даналықты, ақылдылықты алдыңғы орынға қояды. Шыншыл реалистік ертегілерде ең әділ, ең ақылды адам халық ортасынан шығады. Мұның ғажап үлгісі Аяз би ертегісі. Олай болса, Аяз би ертегісін бірге тыңдайық. Қазақ халқының көркем ертегісінің бірі Аяз би ертегісі. Бұл ертегіден халықтың арманы мен мақсат мүддесі айқын көрінеді. Ертегінің оқиғасы қазақ өмірінің шындығынан, адал еңбегімен кәсіп еткен шаруа адамын ардақтау идеясынан шыққан. Елді билеген Мадан хан да, қой баққан Жаман да өмірден көргені мен түйгені көп, оны ақылға салып, оймен бекіткен бейнелер. Мадан ханның сынамақ боп тапсырған тапсырмасын орындауға шыққан уәзірлер шөп жаман ретінде шеңгелді, құс жаманы ретінде қырғауылдалады. Адам жаманын таба алмай сандалған сәтінде үстінде жыртық тоны, басында тері тымағы, қол аяғы жарылған ұсқынсыз адамға кез болады. Істің барысына қаныққан жаман өзін адамның жаманы ретінде білдірген соң, уәзірлер оны ертіп хан алдына апарады. Кейінгі оқиғалар уәзірлер жаман деп таныған адамның мол ақыл мен парасаттың иесі екендігін көрсетуге арналады. Хан алдында көп сынақтан өткен жаман уәзірлерден артық ақыл иесі екендігін танытады. Оның жамандығы тұрмысында, кедейлігінде болып шығады. Атақ абыройы ел арасына жайылған, ханның өзі құрметпен қарайтын жаманның бағын көре алмаған қырық уәзір хан мен жаманның араларына от тастауды ойлайды. Кейінгі оқиғада хан тапсырмасын қалай орындап келген жөніндегі сөзімен жаман ханды ұялтып айыбын мойындатады. Басқа хандық жеріне көшкен жаман хан жұмбағына жауап таба алмай келген уәзірлерді тірідей жерлеп, ел алдында хан жазасынан азат етеді. Ақылы мен парасатын мойындаған Мадан хан өз дос тұтқан жаманды тағына отырғызады. Содан бастап жаман елдің ризашылықпен қойған ата Аяз би есімін иеленеді. Аяз би білгір ғана емес, адамгершілігі мықты, уәдеге берік, серттен таймайтын жан. Бұл ертегіде меңді сұлуға байланысты оқиғаларда көрінеді. Аяз хан болғанда да асып таспайды. Аяз, әліңді, құмырсқа жолыңды біл деп, өз-өзіне ақыл салып отырады. Аяз би ертегісі халықтың қадір тұтатын асқақ идеясын танытса, даналықты, ақыл мен парасатты тең ұстай білген ондағы Аяз би бейнесі халық арманнан туған.
Ертегі мазмұнын тыңдап болсақ, бірінші тапсырмаға көшейік. Суреттер сөйлейді әдісі бойынша шығарма сюжетін ретімен суреттерді сәйкестендіріп, дәптерлеріңізге жазыңыздар. Суреттер: хан тапсырмасы, хан сынағы, жаманның үйленуі, қырық уәзірдің іштарлығы, жаманның даналығы. Бағалау критерийі: әдеби шығарманың жанрын, фабуласын, сюжетін анықтаңыз. Дескриптор: шығарма сюжеті арқылы суреттерді ретімен сәйкестендіріңіз. Тапсырма орындауға 1 минут уақыт беріледі. Тапсырма жауабын бірге тексеріп көрейік. Хан тапсырмасы суретіне сәйкес келетін үзінді. Ертеде Мадан деген хан және оның 40 уәзір болыпты. Хан уәзірлеріне дүниедегі адамның, құстың, шөптің жаманын тауып әкелуін бұйырыпты. 11 ай уақыт беріпті. Уәзірлері шөптің жаманы деп шеңгелді, құстың жаманы деп қырғауылды, ал адамның жаманы деп тауда жүрген жыртық тоны, тері тымағы бар бір адамды алып келеді. Оның аты Жаман. Хан сынағы суретіне сәйкес келетін үзінді. Хан өзінің тұлпарын Жаманға сынатады. Судан өткенде аузын суға малып, артқы аяғын сілкіп өтетін аттың сиырға шатыс екенін айтады. Енді хан гауһар тасының қандай қасиеті бар екенін сұрайды. Жаман тастың ішінде көз тиіп түскен 2 құрттың бар екенін, 2 жылдан кейін тесіп шығатынын айтады. Енді хан өзінің неше атасынан бері хан екенін сұрайды. Жаман оның аталарының хан болмағандығын, хандық қара басында екенін айтады. Хан ашуланып шешесін шақыртады. Сонда шешесі барлық шындықты айтып береді. Жаманның үйленуі суретіне сәйкес келетін үзінді. Жаманды Уәли байдың қызы меңді сынау үшін жеңгесінен гауһар, пышақ, тәрелке және қайрақтас беріп жібереді. Балға мен тас береді. Жаман қыздың берген тәрелкесін уатты, пышақты жетесінен сындырды, гауһар тасты қақ жарып қызға жібереді. Сонда қыз іздеген кісім осы екен деген екен. 40 уәзірдің іштарлығы суретіне сәйкес келетін үзінді. Қой, бүйтіп болмас. Біз екеуін араздастырайық. Жаманның әйелін мақтайық. Үйіне қонаққа апарып көрсетелік. Сөйтіп, екеуінің арасына от жағады. Жаманның бұл ісіне іші күйіп, жендеттерін жіберіп, хан ордасына алдырады. Жаманды барса келмеске жібереді. Содан кейін хан қызға жаманның енді келмейтінін, өзінің қолына алып бағатынын айтады. Бірақ қыз ханға бармайды. Жаманның даналығы суретіне сәйкес келетін үзінді. Жаман аман есен келіп, ханды ақылымен, көп білетіндігімен жеңеді. Халық сонда Жаманды хан тағына отырғызады. Аяз би деп ат қойып, сол аты өлілгенше қалыпты. Ордасының маңдайшасына жыртық тоны мен жаман тымағын шегелеп іліп қойыпты. Соған қарап Аяз би: «Әй, Аяз, баймын деп аспа, ханмын деп таспа. Аяз әліңді біл, құмырсқа жолыңды біл» дейді екен. Екінші тапсырма. Оқушылар, ертегінің желісін түсінген болсаңыздар, кестені дәптерлеріңізге толтырып, бөлімдерін сюжеті бойынша ретімен жазыңыздар. Композициялық элементтер: басталуы, дамуы, шиеленісі, шарықтау шегі, шешімі. Мазмұндық жоспарын жанына жазамыз. Бағалау критерийі: әдеби туындының сюжеттік композициялық жоспарын құрыңыз. Дескриптор: берілген үзіндінің сюжеттік композициялық жоспарын құрыңыз. Тапсырма орындауға 1 минут уақыт беріледі. Жақсы балалар, тапсырманы орындап болсақ, жауабын бірге тексеріп көрейік. Ертегінің басталуы: хан уәзірлерін құстың, шөптің, адамның жаманын табуға жұмсауы. Ертегінің дамуы: жаман қойшының Мадан хан сынынан өтуі. Шиеленісуі: шартты жұмбағын шешіп, бай қызы Меңді сұлуға үйленуі. Шарықтау шегі: ханның күншіл, ақылсыз 40 уәзірінің іштарлығы. Шешімі: достыққа адал, сертке беріктігін,
әділдігін мойындаған хан өз тағын беруі. Оқушылар, сабағымызды қорытындылау үшін тест әдісі арқылы ойымызды жинақтап, бүгінгі білімімізді тексеріп көрейік. Тапсырманың бағалау критерийі: әдеби шығармаға қатысты жаңа біліміңізді бекітесіз. Дескрипторы: тыңдаған, көрген бейне жазбаларға сүйене отырып, сұрақтарға жауап беріңіз, біліміңізді дәлелдеңіз. Бірінші сұрақ: қиялдан туған туынды немесе шығарма қалай аталады? А. Мысал. Аңыз әңгіме. Б. Ертегі. Дұрыс жауабы Б. Ертегі. Шығарманың фабуласы: А. Оқиғалар мазмұнын қысқаша баяндау. Шығарманың шындыққа негізделген тақырыбы. Б. Шығарманың жазылу ерекшелігі. Дұрыс жауабы оқиғалар мазмұнын қысқаша баяндау. Мұхтар Омарханұлы Әуезов тақырыбы мен мазмұнына қарай неше топқа бөлді? А. 3 топқа. 5 топқа. Б. 2 топқа. Дұрыс жауабы А. 3 топқа. Өмір шындығына жақын, онда басым реалдық адам бейнелері басым. А. Қиял ғажайып ертегілері. Хайуанаттар туралы ертегілер. Б. Шыншыл ертегілер. Дұрыс жауабы Б. Шыншыл ертегілер. Шығармада баяндалатын оқиғалар тізбегі: А. Сюжет. Ертегі. Б. Фабула. Дұрыс жауабы А. Сюжет. Аяз би ертегісі қандай ертегі түріне жататынын көрсетіңіз. А. Қиял ғажайып ертегісі. Шыншыл ертегісі. Б. Хайуанаттар туралы ертегі. Дұрыс жауабы Шыншыл ертегісі. Балалар, үйге тапсырма. Ертегі мазмұны бойынша Аяз би ертегісінің ағашын құрып, таныстырылым жасаңыздар. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.